Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін қазақ әдебиеті пәні. Бөлім атауы Қазақстандағы ұлттар достастығы. Сабақтың тақырыбы бауырмалдық, тарихи тағдырымыз. Оқу мақсаттары: публицистикалық және ресми стиль ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану, еліктеуіш сөздердің мәтіндегі қолданысын түсіну. Бағалау критерийлері: мәтін мазмұнын түсініп, тілдік құралдарды ажырата алады, публицистикалық және ресми стиль ерекшеліктерін біледі, тілдік құралдарды тану арқылы стиль ерекшеліктерін анықтайды. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын анықтама бұрышына назар аударыңыздар. Стиль: сөйлеушінің, жазушының белгілі бір тақырыпқа қатысты сөз саптауы. Стильдің өзі қазақ тілінде 5-ке бөлінеді: ауызекі сөйлеу стилі, публицистикалық стиль, ғылыми стиль, ресми іс-қағаздар стилі, көркем әдебиет стилі. Публицистикалық стиль бұқаралық ақпарат құралдарының тілі, ауызша теледидар мен радио тілі, жазбаша газет, журналдардағы мақалалар тілінде кездеседі. Тілдік құралдар: экспрессивті сөздер, мақал-мәтелдер, тұрақты тіркестер, тақырыпқа сай терминдер, жаңа сөздер, толымсыз сөйлемдер, тыңдаушылардың көңілін бұратын қаратпа сөздер, сұраулы және лепті сөйлемдер, риторикалық сұрақтар, стильдік қайталау. Мақсаты: көпшілікке әсер ету, жұртшылықты қоғамдық мәні бар іске қатыстыру, санасына ықпал ету. Ерекшелігі: жұртқа үндеу, үгіт айту үшін қолданылады. Қоғамдағы маңызды мәселелер тақырып болады. Тыңдаушыларды немесе оқырманды сол мәселеге араласуға жетелейтіндей болып құрылады. Сөз нақты, жинақы, тұжырымды құрылады. Экспрессивті, екпінді болады. Ауызша, жазбаша болады. Ресми стиль: ресми қатынастар аясында қызмет ететін стильдің бірі. Тілдік құралдары: ресми сөздер мен тіркестер, хабарлы сөйлемдер, даяр тіркестер мен терминдер қолданылады. Экспрессивті сөздер қатыспайды. Мақсаты: хабарлау, анық, нақты мәлімет беру. Ерекшелігі: іс-қағаздар мазмұны анық, дәл жазылады. Оның құрылысы белгілі бір тәртіп, рет бойынша жазылады. Мәтін қысқа құрылады. Мәтіннің ортақ қалыптасқан үлгісі болады. Баяндау стилінде жазылады. Ал балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың бірінші тапсырмасы: мәтіндерді салыстырасыңдар. Екі мәтін беріледі, сол екі мәтінді салыстырасыңдар, ұқсастығы мен айырмашылығын ажыратасыңдар, стилін анықтайсыңдар және тілдік құралдарды ажырату керек. А мәтіні: бауырмалдық адам бойындағы туысқандық, ағайыншылық, қарым-қатынасқа адалдықты білдіретін ұғым. Бауырмалдық туыс адамдардың арасындағы жақсы көру сезімін, бір-біріне деген мейірімділігін, жанашырлығын, қамқорлығын білдіретін құнды қасиет. Сондай-ақ бауырмалдық тек туыстық негізде ғана көрінетін қасиет емес. Ол кісінің адамгершілік, имандылық қасиеттерін айқындайтын мінез-құлықтың жағымды белгісі. Өзгені бауырына тарта білу, әр адамды жақын санап, қамқорлық көрсету сияқты ізгілік белгілері адамдар арасындағы өзара сыйластықты, бірін-бірі құрметтеу, жақын тұту сезімдерін қалыптастырады. Адамдарды тіліне, дініне, ұлтына бөлмей, кез келген жағдайда оларға көмектесуге дайын тұру, қол ұшын беру қасиеті де бауырмалдықтың белгісі болып табылады. Бауырмалдықтың салдары адамның не халықтың өзіне зиянды болмас үшін ол тәуелсіздік, ұлттық мүдде, ұлттық намыс сияқты ұлы құндылықтармен астаса көрініс табуы керек. Ә мәтіні: хабарландыру. 26 қаңтар күні жылы жүрек акциясы аясында Лев Гумилев атындағы оқу орны ғимаратында қайырымдылық жәрмеңкесі өтеді. Акцияның мақсаты жәрмеңкеден түскен қаражатты әлеуметтік жағдайлары төмен, жетім және мүмкіндігі шектеулі жандарға көмек көрсету. Жанашырлық, бауырмалдық халқымыздың қанына сіңген қасиет. Қайырымдылық жасасаң, қайырымын өзің көресің деген халқымызда даналық сөз бар. Игі шараға білім ордасының ұстаздары мен қызметкерлері, сондай-ақ студент жастары қатысады.
Ал балалар, екі мәтінмен таныс болсаңдар, енді өздеріңді тексеріп көріңдер. Өзіңді тексер. А мәтіні: сөз нақты, жинақы, толымсыз сөйлемдер, үндеу, үгіт айту. Ә мәтіні: ресми сөздер мен тіркестер, хабарлы сөйлем. Ұқсастығы: бауырмалдылық, қайырымдылық, адам бойындағы ізгі қасиеттерді дамыту. Айырмашылығы: А мәтіні мақала, Ә мәтіні яғни хабарландыру. Стилі: А мәтіні публицистикалық стиль, Ә мәтіні ресми стиль. Жарайсыңдар балалар, тапсырманы дұрыс орындады деген ойдамын. Балалар, қазақ тілде келесі бір ережеміз бұл бүгінгі сабағымызға қатысты еліктеу сөздер. Еліктеу сөздер табиғат құбылыстары мен жан-жануарларда болатын әр алуан дыбыстарға және олардың сын сипат, қимыл әрекеттеріне еліктеуден туған сөздер. Еліктеу екіге бөлінеді: еліктеуіш сөздер және бейнелеуіш сөздер. Есту қабілеті арқылы пайда болған еліктеуіш сөздер. Мысалы, тарс-тұрс, салдыр-гүлдір. Екінші, көру қабілеті арқылы пайда болған бейнелеуіш сөздер: жалт-жұлт, жарық, көлбең-көлбең, ербең-ербең, тағы басқа да. Балалар, бүгінгі сабағымыздың екінші тапсырмасы: өлең жолдарынан еліктеу сөздерді табамыз. Сиырға: дауысы бар азандай, желіні бар қазандай, жылт-жылт етер мүйізі, көзі жарық жұлдыздай. Жылқыға: жолға шықсам көлігім, жапанда жүрсем серігім, қоғалы көлді жайлаған, қоғаны күрт-күрт шайнаған. Түйеге: маң-маң басқан, маң басқан, шудаларын шаң басқан, төрт аяғын тең басқан түйе деген жануар. Қойға: қой баласы қоңырым, ербең еткен момыным, шопан ата түлегі, қоңырау таққан қоңырым. Ал балалар, өздеріңізді тексеріп көріңіздер. Сиырға деген өлең жолынан үзіндіде жылт-жылт екен еліктеу сөзіміз. Жылқыға деген үзіндіде күрт-күрт. Түйеге деген үзіндіден өлең жолынан маң-маң. Қойға деген өлең жолынан үзінді алынып отыр. Осы жерде ербең деген, яғни бізде еліктеу сөздер болып табылады. Балалар, үйге тапсырма: бауырмалдық тақырыбына байланысты еліктеуіш сөздерді қолданып сөйлем құрастыру керек. Қорытынды: тақырыпқа байланысты бүгін сабағымызда екі мәтінді салыстырып, ұқсастығы мен айырмашылығын, стилін анықтадыңыздар. Мәтіннен еліктеуіш сөздерді таба білдіңіздер. Балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың соңына да таяп қалдық. Сабақ соңында бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңмен бөліссеңдер. ККК кестесі бойынша бүгінгі сабақта не қызық болды, не құнды болды және қандай тапсырма қиын болды. Жақсы, балалар, келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.